Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 18-ші сабақтың С тобына байланысты бірнеше есепті мысал ретінде қарастырамыз. Олай болса, 18-де 6-шы жаттығу. Бұл жерде шаршы қабырғасының ұзындығының оның ауданына тәуелділігін беретін функция өспелі бола ма, әлде кеммелі бола ма дәлелдеу қажетпіз. Ең алдымен шаршы қабырғасының ұзындығының оның ауданына тәуелділігін функциясын формамен жазып алайық. Бұл жерде ауданына тәуелділігі деп тұр, сол үшін ауданның формуласын жазамыз. Шаршының ауданын S әрпімен белгілейміз. Тең болады шаршының ауданының формуласы А квадрат. Яғни ол қабырғаның ұзындығына тәуелді. Мұндағы А деп отырғанымыз қабырғаның ұзындығы. Енді бұл өспелі функция бола ма, кеммелі функция бола ма, былай анықтайтынбыз. Егер де тәуелсіз айнымалының мәні өскен кезде, тәуелді айнымалда өссе, немесе тәуелсіз айнымалының мәні кеміген кезде, тәуелді айнымалда кемсе, онда функциямыз өспелі болатын. Мысалы үшін, бұл жерде егер А-ның мәнін мынандай мәндер беріп қойып, 2, 3, 4 деген сияқты А-ның мәнін өсіріп жатырмыз. Осы кезде S-тің қандай мәндер қабылдайтынын көрейік. 2-ні қоятын болсақ, 2-нің квадраты 4 болады. 3-ті қоятын болсақ, қабырғаға ауданы 9-ға тең болады. Ал егер қабырғасы 4-ке тең болса, ауданы 16-ға. Мінекей көріп отырсыздар, қабырғасы өскен сайын ауданында артып жатыр. Демек, тәуелсіз айнымалының мәні өскен кезде тәуелді айнымалының мәні де өсіп жатыр. Демек, бұл функцияны біз өспелі деп айта аламыз. Немесе керісінше, А-ның мәнін кемітіп көрейік. Мысалы, 6, 5, 4 деген сияқты А-ның мәнін кемітетін болсақ, сәйкесінше S-тің мәндерін жазамыз. 6-ны қоятын болсақ, 36 болады. 5-ті қоятын болсақ, 25. 4-ті қоятын болсақ, А-ның орнына 16 болады. Демек, тәуелсіз айнымалының мәні кеміп жатыр, ауданда кеміп жатыр. Бұл кезде де функциямыз өспелі болатын еді. Яғни, бір мәніміз кемісе, екінші мәніміз де сәйкесінше кемісе, немесе бір мәніміз артып, екінші мәніміз де сәйкесінше артатын болса, онда функциямыз өспелі функция болатын. Ал енді кеммелі функцияға мысал келтіріп кетейік. Кеммелі функцияға мысал келтіру үшін ең алдымен бір формула жазып алайық. Мысалы, жылдамдықтың формуласы. В тең S бөлінген Т. Мұндағы S-ті қандай да бір тұрақты шама деп белгілеп алайық. Мысалы үшін, S тең 200 км-ге. Бұл тұрақты, ал мұндағы V деп отырғанымыз тәуелді айнымалы, яғни Т-ға тәуелді. Уақытты өзгертуге байланысты V-да өзгеріп отырады. Ең алдымен біз уақытты жазып алайық. Мысалы үшін, уақыт 2, 4 және 5 сағат болсын. Осыған сәйкесінше жылдамдықтың мәндерін жазып алайық. Егер уақытты 2 қоятын болсақ, S 200-ге тең, 200-ді 2-ге бөлсек 100 км шығады. Ал 4 қоятын болсақ, 200-ді 4-ке бөлеміз, ол кезде 50 км. 5 сағатты қоятын болсақ, уақыттың орнына S дегеніміз тұрақты 200 км, 200-ді 5 сағатқа бөлетін болсақ, ол кезде 40 км шығады. Көріп отырсыздар, мұнда уақыттың мәндері артып жатыр, ал жылдамдықтың мәндері керісінше кеміп жатыр. Яғни, бізде бір шамамыз артқан кезде екіншісі кемитін болса, немесе біреуі кеміп екіншісі артатын болса, ол кезде кемімелі функция болады. Ал екеуі де бірге өсіп, бірге кемитін болса, ондай функциялар өспелі деп аталады. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді келесі кезекте 18-де 7-ші жаттығуды қарастырайық. Бұл жерде берілгені мынандай. Шаршы қабырғасының ұзындығы 2 см-ден үлкен немесе тең, 5 см-ден кіші немесе тең. Яғни мұндағы А деп отырғанымыз шаршы қабырғасының ұзындығы. Мәндерін қабылдайды. Шаршының периметрі, ауданы қандай мәндері қабылдайтынын табуымыз қажет. Мен сіздерге қазір мысал ретінде периметрі қандай мәндері қабылдайтынын тауып көрсетемін, ал ауданы қандай мәндерді қабылдайтынын өздеріңіз шығарасыздар. Олай болса, бізде қабырғасы мынандай аралықта жатыр. Есептің берілгені бойынша мұндағы А деп отырғанымыз шаршының қабырғасы. Ал шаршының периметрінің формуласын еске түсірейік. Периметр дегеніміз қабырғасын 4-ке көбейткенге тең шаршыда. Демек, мұндағы А 2 см-ден үлкен немесе тең. Сол үшін ең алдымен 2 см-ді көбейтеміз 4-ке. Сол кезде 8 см шығады. Демек, біздегі қарастырып отырған периметріміз 8 см-ден үлкен немесе тең. Өйткені қабырғасы 2-ден үлкен немесе 2-ке тең. Ең кемінде 2 деген мәнді қабылдайды. 2-ні формулаға қоятын болсақ, онда 8 шығады. Периметріміз 8-ден үлкен немесе тең. Ал 5 см-ден формулаға қоятын болсақ, онда
4 көбейтілген 5 сантиметр. Мұнда 20 сантиметр шығады. 20 сантиметрден кіші немесе тең. Сонда периметріміз 8 сантиметр мен 20 сантиметрдің аралығында жатады екен. Оны табу үшін әрине формуласын жазып алдық. Сол формулаға қойып, периметрді аралықпен жазып көрсеттік. 18-де 8-ші жаттығуда осыған ұқсас. Бұл жерде егер А кіші немесе тең 4 сантиметрден, А үлкен немесе тең 3 сантиметрден болса, онда қабырғасы аз сантиметр болатын шаршының периметрі туралы не айтуға болады? Тағы да шаршының периметрі берілген. Егер оны формуламен жазатын болсақ, сіздер әрине жақсы білесіздер. П тең 4А. Егер де А 4 сантиметрден кіші немесе тең болатын болса, онда периметрді табу үшін ең алдымен 4-ға көбейтіп жазып алайық. 4-ға көбейтетін болсақ, бізде 4 сантиметрден кіші немесе тең. Демек, периметріміз 16 сантиметрден кіші немесе тең болады. Егер 4 сантиметр қоятын болсақ, оның орнына ол кезде 16 сантиметр болады. Егер 4-тен кіші мәндерді қабылдаса, периметр де 16-тан кіші мәндерді қабылдайды. Ал егер А үлкен немесе тең 3 сантиметрден болса, онда 4А формуласына 3-ті қойсақ жеткілікті, 4-ті 3-ке көбейтсек 12 болады. Демек, периметріміз үлкен немесе тең 12 сантиметрден болады. Мінекей осылайша С тобына қарастырылған мысалдарымыз аяқталды.